Всем привет! Далаға шықтым. Салонға бара жатырмын. Салонға келдім. Сән салонының іші өте әдемі екен. Маған қатты ұнады. Розы түсте барлығы безендірілген. Және де адамдары да күшті екен жұмыс жасайтын. Мен күткенге дейін маған чай ұсынды. Малина мен чай іштім. Және де атмосферасы прям дерзкий. В следующий раз осы жаққа тағы да келемін. Коллаген алдым бірінші рет. Салоннан келдім. Жаңа салоннан коллаген алғам. Қазір көрсетемін. Подарокке осындай скраб берді. Victoria's Secret'ін. Енді 2-3 күннен кейін қолданатын боламыз. И Назерке Көмекбайдың бьюти-центрінен коллаген алдым. Қазір коллаген хит болып жатыр ғой. Мен де ішіп көргім келді. 3 ай курс алу керек екен. Сразу үшеуін алдым. Біреуі в подарок. Вот такой. Қазір ішін ашып көреміз. Такой. Азанда ашқарынға ішу керек екен. Ашқарынға ішеміз енді. Үйге келіп, рахаттанып, ойыншықтардың барасын жатырмын. Киномды қосып қойдым, дорамамды. И жаңа мен видео түсіргем для ютубқа, шортсқа. Сол видеоларды монтаждап отырып, дораманы рахаттанып көріп отырмын. Дорама «Любовь Хогу» дейді. Осын көріп отырмын. Таңғы сағат 8. Қазір бірінші рет коллагенді ішіп көреміз. Қалай алатынын тексеріп көрейік. Бісмілда. Короче, холодильникке салып қойғам бұны. Бісмілда. Коллагенді дәмін көреміз. Мұздай болып тұр. Қараңдар. Мармелад қодақ. Бісмілда. Прям ондай кола, вишня, сондай араласқан дәм шығып тұр. Таңғы асқа жұмыртқа және де колбаса. Осы сырдың үстіне колбасаны қойдым. Мен орыс тілін үйреніп жүргем. Соған бүгін мына жерге 5 текстті жазып, орысша аударып, соны жаттап шықтым. Осылай күніге осылай жазбаса, әйтпесе орыс тілін үйрену қиындап кеттім, бір бәле күтті. Обедке менде пельмен болды, және де видео түсірдім осы туралы. Магазинге кіріп, краска алдым. Темная каштановая сетка, шашымды бояйын, и мынандай стаканчик алдым. Чай ішкенде, қазір чай көп ішемін. Осындай стаканчик алдым. Красивый, да? Мына жерде достайтыны бар екен, сол жақсы екен. И скрабымды ауыстырып алдым. Кешенде қолданған сияқты болып көрініп тұрды да. Соны барып ауыстырып алдым. Үйге келіп, сорпа істедім. Дайын, бір сорпа. Қазір ужин ішеміз. Шашымды да бояладым. Темная каштановая цветке. Бірінші басында осындай черный цвет сияқты болып тұрады. Бірақ күнге шыққан кезде қызыл цвет болып күшті болып тұрады. Такой.